Сәлем достар, бүгін сіздерге Жүсіп Зылиха дастанының ең әсерлі жерлерінен үзінді ұсынамын. Бұл оқиға сабыр мен адалдық және жүректен шыққан шынайы сезім туралы болмақ. Яғни Жүсіп пен Зылиханың тағдыры, тағдырдағы сынақтары, олардың қалай төзе білгені жайлы болады. Осы оқиға әрбір жанға ой салар сөзсіз. Видеоны соңына дейін көріп, тыңдап менімен бірге болуларыңызды өтінемін. Өсекші әйелдер. Қатындар өң мен түстің арасында отырғандай бір қызық күй кешті. Жүсіпке ғашық боп қалғандарын сонша кесіліп туралып қалған саусағына өкінген жоқ. Есесіне Жүсіптің дидарын бір көру бақытына ие болдық десті. Зылихада не арман бар, Жүсіпті күніге көреді. Оның жамалын ең болмаса жылына бір рет көрсем ғой, соған да разы болар едім деп үйлеріне қайтты. Бұдан кейін олар Зылиха жайлы жақ ашпайтын болды. Олардың да есіл-дерті Жүсіпті тағы бір көру болды. Зылиханың ғашықтығы күшеймесе азаймады. Қайтсем де Жүсіпті қаратамын, айтқанымды істетемін деп мақсатына мықтап кірісті. Қулық пен айла шарғының 99 түрін ойлап тапты. Жүсіпте сақтығын 100 есе күшейтті. Дамбалының ішкі бауын 100 жерден шиелеп түйіндеп тастады. Түнімен көз ілмей тағат қылды. Асты аз ішіп, қатты төсекке жатып, нәпсісін бұғаттады. Үнемі, уа тәңірім, Зылиханың қулығынан сақтай көр, құмарлығымды жеңуге жәрдем бер деп жалынды. Құдай оның дұғасын қабыл алып, сақтығы мен сергектігін күшейтті. Бір күні Зылиха есінен адасқан адамша: «Ей Жүсіп, соңғы рет өтінемін, ғашықтық өртіне мені құтқар, тілегімді орында, әйтпесе бүйтіп қорлық шеккенше сені зынданның түбіне шіріткенім жақсы, екінің бірін таңда» деді. Жүсіп: «Әй Зылиха, сенімен 10 күн ойнап мәңгі бақи Алламның алдында қарабет болар жайым жоқ. Қаласаң таста сол зынданыңа, өлім барда ер жігітке қорлық жоқ» деді. «Ендеше өз обалың өзіңе» деді де Зылиха жендетті шақырды. Үстіндегі жібек шапанын, саптама етігін, кемер белдігін, басындағы алтын зерлі қалпағын түгел сыпырып алды. Қайыршының ескі құсқы киімін үсті басына алқам-салқам қылып іліп қойды. Оны бейшара етіп көрсетуге қанша тырысса да болмады. Жүсіптің сұлулығы ескі құсқы шоқпыттың өзін жайнатып жіберді. Керісінше көңінің үстіне өсіп шыққан қызғалдақтай боп кемелдене түсті. Зылиха одан сайын долданды. Сөйтті де шыдай алмай: «Құртыңдар мынаның көзін, тастаңдар зынданға, қараңғы қапастығы, жатсын сонда құрт-құмырсқаға жем болып» деп айғай салды. Жендет Жүсіпті сүйрей жөнелді. Зылиханың жүрегі жұлқынып түскендей болды. Зындандағы өмір. Мысырдың зынданы қабырғасы қара тастан, есік-терезесі темірден еді. Ішкі дәлізі доңыздың өзі жеркенетіндей былғаныш еді. Дәретханасы ішінде тұтқындардың ұлы дәреті мен кіші дәреті дәлізде өзен құсап ағып жататын. Мұндағы бейбақтар қара нанға зәру еді. Күніне бір рет қоймалжың ботқадан бұламық береді. Оның өзі құнарсыз. Жүсіп зынданның табалдырығын бісміллә деп оң аяғымен аттап кірді. Сол-ақ екен, қараңғы қапас жарқырап сала берді. Тар бөлме кеңейіп кеткендей көрінді. Мүңкіген сасық иіс лезде жоғалып, Жүсіптің қою шашынан ескен райханның хош иісі түрмені бақшаға ұқсатып жіберді. Неше жылдан бері сасық иіске тұншығып жатқан бейбақтар жұпар иіске елтіп тағылып қалды. Олар мұндай хош иіске үйренбеген еді. Жүсіптің таңғажайып бейнесіне тамсана көз тастап қатты да қалды. Бірақ Жүсіп топырақ сипат адам еді. Ол түрменің ең лас, ең былғаныш жерлерін еш арланбастан, жиіркенбестен өзі тазалай бастады. Басында мұны бәрі мазақ қылды. Алланың сүйген құлы оған мән берген жоқ.
дәретхананы да мұнтаздай қылды. Лас ыдыстан ас ішпеді, түрмеге періште кіріп кеткендей болды. Бірнеше күннен соң оған басқа да тұтқындар ілесіп, түрменің ішін тілімен жалағандай қылып тазалады. Жүсіп зынданға түскелі ас ауқаттары да жақсарды. Олар патшалар жейтін тамақтардан жейтін болды. Себебі баяғы саусағы кесілген қатындар Жүсіпке ғашық еді. Оның қамалғанын естіп, сұлтандар жейтін астың асылын пісіріп түрмеге аста төк сәлемдеме жібере бастады. Сөйтшіден бастап тұтқындарға дейін аузынан ағымай ағып ауқатқа қарық болды да қалды. Себебі Жүсіп ешқашан тыңқия тойып ас жемейтін, қандай ауқат келсе де шетінен ғана түртіп жеп, артылғанын басқа бейбақтарға таратып беретін. Осылайша Жүсіптің абыройы еселеп арта берді. Зынданда қайбір жебі түзу адам жатсын. Мысыр аймағына қатыгездігімен аты шыққан қарақшы мен баукеспе ұрылар қараңғы қапаста қашарға тесік таппай азап шегіп жататын. Өздері сұмдық қатыгез болатын. Күштілері әлсіздерін итше талап, реті келсе сұраусыз өлтіре салатын. Жүсіп келгелі мұнда таңғажайып мұғжизалар қатарынан қайталанды. Ол өлген жүректің тірілуі еді. Баскесер зұлымдардың өлген жүрегі тіріліп, адамшылық жайлы ойланатын халге жетті. Жүсіптің мұндай деңгейге ұлық бола тұра, топырақ сияқты бәріне бірдей қызмет етуі бәрін есеңгіретіп қойды. Көрші көршіден өнер алады, қауын қауыннан ірең алады деген осы екен. Жүсіп келгелі түсі суық, түрі залым, жүрегі қатты, мінезі нас зұлымдардың түр-тұрпатымен кескін-келбеті де көркемделе бастады. Жүсіптің ішкі сұлулығы мен сыртқы сымбаты оларға ақырындап жұға берді. Осылайша зынданның іші көрікті кісілермен толды. Уақытыда тамаша тәртіп орнады. Жүсіптің ақ дегені алғыс, қара деген қарғысқа айналды. Бұрын тәулік бойы тыным таппай тұтқындармен арпалысып жүретін күзетшілер жандары жай тауып рахат өмірді бастан кешті. Олар бұрын зындандағы жұмысынан мезі болып үйіне кеткенше асығатын. Енді керісінше болды. Олар Жүсіптің ғажайып дидарына назар салып, оның тілінен тамған илляхи уағыз насихатты тыңдау үшін түрмеге асығатын болды. Тұтқындар жүрегі жұмсарған сайын тәубеге келіп, өткен істеріне өкінетін болды. Олар жасаған қылмысын айтып, ағынан жарылатын. Күніге кешке Жүсіп ортаға алып, сұхбат құратын. Бір күні Жүсіп бүйдеді. Сендер бұл жерге қалай түстіңдер, білесіңдер ме деп сұрады. Олар: Я, біз әділетсіз патшалардың кесірінен түстік. Егер олар байлықты тең бөліп бізге қарасқанда мұнда түспес едік деп жамырады. Жүсіп бірінен сұрады: Мәнсүр, сен мұнда қалай тап болдың? Мен бір байдың керуенін тонап баймақшы болдым. Байлық саған неге керек? Үй сатып алу үшін. Үйлім болса күйім де болады деп ойладым. Келте ойладың, Мансұр. Үйді сатып алуға болады, бірақ үйдің берекесін сатып ала алмайсың. Жапар, сен үшін зынданға түстің. Мен бір байды өлтіріп, жас тоқалын тартып алмақшы болдым. Артынша ұсталып, тұсалып, қапасқа тасталдым. Әй, Жапар-ау, ақшаға әйел сатып алуға болады, бірақ оның махаббатын сатып ала алмайсың ғой. Халил, сен қайдан жолықтың бұл бәлеге? Бір жесір қатының үйін тонап, өзін өлтіріп, алтындарын тауға апарып көміп тастадым. Онша көп алтын саған неге керек болды? Қашанғы лашықта тұрамыз? Біздің де бір ақ сарайда құс төсекте шалқып жатқымыз келді. Халилжан, ақшаға құс төсек сатып алуға болады, тәтті ұйқы сатып ала алмайсың ғой. Тоғайыр, сенше, сен не бүлдірдің? Мен бір саудагер қартты балтамен турап бүкіл сандығын арқалап кеттім.
Ол байлық саған неге керек болды? Қашанғы кепкен балық жей береміз? Біз де бір тауықтың еті мен балықтың уылдырығына асағымыз келді. Әй бауырым-ай, ақшаға ағыл-тегіл ауқат сатып алуға болады, бірақ тәбет сатып ала алмайсың ғой, деді. Олар желкесін қасып ойланып отырып қалатын. Уақыт өте келе ұры-қарылар да терең мағыналы сұрақтар қоятын халге жетті. Олар: әй Жүсіп, біздің бақытты өмір сүргіміз келеді, бірақ сол құрғырың сағым сияқты ұстатпайды ғой өзі. Тіршілігіміз неден бастасақ ақылды арнаға тоғысады, деді Жүсіп. Шындық білгісі келген адам әмәнда мына 3 сұрақтың жауабын табуға тырыссын. Олар: бұл пәниге қайдан кеп түстім? Мұнда не нәрсемен шұғылдансам, 2 тойым қабат, 2 дүнием абат болмақ. Қандай іспен айналсам айналама пайдалы боламын? Ең соңғысы, өлгеннен соң не боламын? Шыбын жаным қайда барып тұрақтайды? Міне, егер осы 3 сұрақтың жауабын табуға шындап кіріссеңдер, көкірек көздерің ашылып, хикмет бұлағынан сусындайсыңдар, деді. Әй Жүсіп, сен олай дегенде қуаттанып серпіліп қаламыз, бірақ өз бетімізше қанша тырыссақ та ойымыз арқандаулы ат сияқты, тіпті басына томаға кигізілген бүркіттей болып ойсыз отыра береміз. Бізге сен айтып отырған ұлық Алланың ешбір хикметі көрінбейді. Бұл қалай? Оның сыры неде? Тәңірі Тағаланың жасырын жатқан хикметін көңіл көзі ғана көреді. Бас көзі оны көрмейді. Бастағы көз шалбардың тесігі деген. Көңіл көзі таза болмаса, соқыр болып қалады. Күнә мен қылмыстың кесірінен көңіл көзі қоқымнан бітеліп, түк көрмейтін көрге айналады. Сондықтан оны ұдайы тазалап отыру керек. Көңілдің көзін айна деп алсақ, күнә мен қылмыстың кесірін айнаға жабысқан қара тот деп біліңдер. Қара тот айнадан ештеңе көрсетпейді, барлық заттың тазартқышы бар. Сол сияқты көңілдің айнасын жуып-шайып тазалайтын да өзінің құралы бар. Адамның түр-тұрпаты сом темірден сомдалған пұт сияқты. Бірақ бір тәннің сыртынан емес, біз тәннің сыртынан емес, көңілдің ішіне үңілуіміз керек. Көңіл айнадай тазарып, ұлық Алланың хикметін анық көрсеткенше, оны тоқтаусыз ысқылай бер. Көңілдің айнасы тот басқан темірдің тотын емес, аппақ күмістің көркемдігін көрсетсін. Тотыққан темір сәуле шашпайды. Бетін ысқылап, ерінбей егей берсең, тоты кетіп тазарады. Тазарса жарқырайды. Қарасаң түрің көрінеді. Пенденің топырақтан мүсінделген кірпіш тәні темір сияқты қара дүрсін дөрекі келеді. Сонда да қол қусырып отырмаңдар. Тәнді ысқылап, көңілдің айналасын жеткенше егей беріңдер. Осылайша рухани сұхбат зынданда жалғаса берді. Тұтқындардың Жүсіпке жүрегі байланып, қамаудан шыққысы келмей қалды. Олар пайғамбармен бірге өмірінің соңына дейін осылай жата беруге бейіл еді. Злиханың күндес құрбылары да тыныш жатпады. Бір-бірінен жасырынып, Жүсіпке сәлем сауғат жіберетін әдет тапты. Бірі: зынданның қожасы, күйеуімнің досы, қаласаң құтқара аламын, шарты менімен бір рет оңашада табыссаң болды, деп хат жазыпты. Екіншісі: негізі сені зынданға қаматқан мен, қаласаң бүгін босатып аламын, шарты оңашада бір рет жолықсаң, депті. Осындай мазмұндағы хаттар толассыз келіп жатты. Жүсіп бірде-бір хатқа жауап бермеді. Ұлық Алланы зікір етіп қапаста жата берді. Ғашықтық емес, нәпсінің құмарлығы қысқан қатындар Жүсіптен ақыры үмітін үзді. Ал Злиха шын ғашық еді. Жүсіпті зынданға тастағанымен көз жасы құрғамады. Гүлдей жүзі сарғайып запырандай болды. Жасым болса мына орта жастан асты, өсекке қалдым, онымен қоймай оны жазықсыз қапасқа салдым, деп өкінді. Бірақ Жүсіпті зынданнан шығара алмады. Өйткені оны шығарса, өсек аян қайтадан өршіп,
босқа елдің әңгімесіне қалармын деп ойлады. Алайда Жүсіпке таза киім, ыстық тамақ үздіксіз жіберіп тұрды. Жүсіп зынданнан болмашы сығырайған тесігінен арайлап атқан таң мен қызарып батқан күнге қарап Алланың хикметін көріп, одан рухани рахат алатын еді. Бір күні бір жолаушы зынданның терезесінің алдына кеп отырды. Жүсіп оған тіл қатты: «Кімсің? Не қылған жансың? Қайдан келесің?» деді. «Шамнан келе жатырмын», деді ол. «Жақып пайғамбарды білесің бе?» «Әрине білемін. Генғандық қой», дегенде Жүсіптің жүрегі алқымына тығылды. Әкесін сағынып, зарығып, олардан тырс еткен бір хабар ала алмай отырғанына неше жыл болып еді. Оның хал-ахуалы қалай? Әлі де тыңба, бақуатты ма? Нашар сияқты, шын адам сияқты 20 жылдан бері жол қарап отырады. Сонда жолға не үшін қарайды, кімді тосады? Естуімше, бір баласын қасқыр жеп кеткен сияқты, бірақ әкесі оған сенбейді екен. Сол құлыншағым әлі де тірідей табысамын деген дәмемен зарығып жылайды екен. Жылай-жылай ақыры екі көзі көр болып қалған деседі. Соңғы көргенімде белі бүкірейіп, реңі сарғайып, қырдың басында жол қарап отырған жанына жақын баруға жүрегің шыдамады. Жаның ашып, бауырың езіліп кетеді екен, деді. Жүсіп әкесінің хабарын естігенде жылап жіберді. Ол: «Бір аманатым бар, орындай аласың ба?» деді даусы дірілдеп. «Я, не аманат?» «Зағип менен сәлем айт. Адамның басы Алланың добы деген, кебін киген келмейді, кебенек киген келеді дегейсің». «Әй жігіт, жөнің дұрыстап айт. Сен кімсің өзі? Не қылған жансың? Аты жөнің, ел жұртың, ру тайпаң, шежірең бар ма өзі?» «Мысырдың зынданында жатқан бір пақырмен жолықтым. Сол пақырыңыз доғай сәлем айтты дегейсің. Басы аман, бауыры бүтін болса өзі танып алар. Жолың болсын», деді. Жолаушы бір күні Шамға қайтты. Жол жөнекей Генғанға соғып, Жақыпқа жолықты. Ол тағы да төбеде Жүсіпті тосып отыр еді. Жолаушы Жүсіптің сәлемін жеткізді. Жақып тыңдап отырып, неге аты жөнін жасырды? Ол жігіт Жүсібім, құлыным емес пе екен? Құдайдың маған білдірген бір ишарасы болар. Не де болса бұл тегін хабар емес, деді де қолын жайып, көрсеткен күніңе мың да бір шүкір. Жүсіп баламен амандықта қауышуды жазғайсың деп дұға қылды. Шамдық жігітке бұл хабары үшін ат мінгізіп, алдына 5-6 ірі қара мал салып жіберді. Ұлдары әлгі жігітке бұл келісін жақтырмай қалды. Онсыз да қайғыдан қан жұтып, жүрегі ауырып жүрген әкемізді тыныш қоймады-ау қу немелер. Осы күні жақсы хабарым бар деп әкемізді пайдаланып мал-мүлік алып кетуші түрлі қуларда бұл үйдің маңынан айрылшақтап жүретін бопты. Бұдан былай бірде-біреуін жоғалтпаймыз деп тістеніп жұдырығын түйді. Жүсіптің тар қапаста қамалып жатқанына 6 жыл болды. Құдай басқа салғанына сабыр қылды. Аузынан Алланың көркем есімдерін тастамады. Қанша жерден пайғамбардың нәсілінен болса да кішіпейіл болды. Сынақтық қылды. Бір күні Жибрейіл періште: «Ей Жүсіп, досым, құтты болсын. Ұлық Алла саған тағы 3 қасиетті нәсіп етті: сабыр, шын сөйлеу және сынақтық. Сабыр түбі сары алтын» деген. Осынша тауқыметті тарсаң да сабыр қылдың. Мұның да бір хикметі бар деп соңына дейін күрестің. Басыңа қанша қиындық туса да тура жолдан таймадың. Алланың барлығы мен бірлігін уағыздаудан қорықпадың. Ұлық болсаң кішік бол деген. 3-ші пайғамбар нәсілінен болсаң да сынақтық қылдың. Топырақ сипатта жүрдің. Осы қылығың Аллаға жақты, деді. Маған осынша нығмет берген Аллаға сансыз мадақ деп Жүсіп Тәңірісіне зікір айтып мінәжат етті. Жибрейіл жұмақтан бір жемісті алып келді. Ол: «Ей Жүсіп, мына құрманы ал. Бұл жемісті жесең, бойыңа хикмет ілімі дариды. Көңіл көзің ашылады. Саған түстің жоруын үйретемін», деді. Жүсіп құрманы аузына салды. Құрма сол заматта таңдайына еріп сала берді. Жүрек көзі ашылып, аузын аша даналықтың інжу маржаны төгілетін болды. Рухани дәрежесі қарыштап өсті.
Құрметті достар, осы әңгіменің жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетулеріңізді өтінемін. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.